Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін бізде қонақта Сұлтанбек және Аружан. Бұл кісілер Казмуса ұйымының мүшелері болады. Менің группаластарым және барынша сендеп қарапайым тілде сөйлесетін боламыз. Кеттік. Ендеше көпті қызықтырған сұрақ ол Казмуса қандай ұйым, оған кімдер қосыла алады, немесе оған қосылғаннан кейін қандай жағдайлар болады деген сұрақтар көптеген студенттердің сұрағы деп ойлаймын. Сондықтан кеттік. Өздеріңізді таныстырып өтсеңіздер және Казмуса деген не деген сұраққа жауап беріп кетсеңіз. Сұлтанбек. Ассалаумағалейкум, барлықтарына сәлем. Есімім Сұлтанбек болады, 3-ші курс студентімін, Айнаштың группаласымын. Қазіргі уақытта осы Батыс Қазақстан медицина университетінің Казмуса локальный комитетінде Vice Director of Capacity Building болып табыламын. Енді Казмуса кіргеніме 2 жыл болды. Казмуса деген ол халықаралық ұйым деп айтуға болады. Себебі ол деген IFMSA деген ұйым бар. Ол деген International Federation of Medical Student Association. То есть это у нас, получается, есть международная организация, и именно Казмуса это как, получается, представительство в Казахстане. Біздің Қазақстанның ішінде әр медицина университетінде Казмусаның локальный комитеттері бар. Сол біздің университетімізде ол сол комитеттің бір түрі. Хорошо, Аружанға сөз берсек. Бәріңе сәлем, менің есімім Аружан. Айнаштың группасы, 3-ші курс студентімін. Националдық орын алып отырмын қазір Казмусада. Яғни біз ассистенті боламын, ассистент национальный офицері болып табыламын. Яғни біз Қазақстанда мысалы 8 медициналық университет болса, соның үстінен отчет тапсыруын, сол мероприятие өткізулерін тексеріп қарап отырамыз. Получается, бұл ұйым тек қана Қазақстанда емес, менің білуімше, иә? Әлем бойынша мысалы көптеген қай жерде медицина университеті бар, сол өздерінің ұйымдарын жасап, мысалы Казмуса болса, басқа жерде қалай аталады, есіңде жоқ па? Казмуса бар, Ресейдің ішінде бар. Узмса дейді, мысалы Өзбекстанда әртүрлі өздеріне енді ыңғайлы қылып қояды аттарын. Бізде Казмуса Қазақстан деп қазын алып тұр ғой. Негізі сол бүкіл әлемнің студент медиктердің бір жинап тұрған платформасы деп айтуға болады. Өте жақсы. Енді Сұлтанбек айтып жатыр, 2 жыл болды ол жерде жүргеніне. Сен жүргеніңе неше жыл болды Казмусада? 2 жыл енді болады. Жалпы осы Казмуса деп айтып жатыр, иә? Оған қандай адамдар қатыса алады? Мысалы бізде көп қой студенттер. Сіздердің жалпы количестволарыңыз 100-ден асады, иә? Қазіргі таңда нешеусіздер? Қазіргі уақытқа именно біздің локальный комитетінде 150 шақты адам жиналды, қателеспесем. Сол 150 адам қандай қызмет атқарады? Барлығының бір атқаратын қызметі бар ма, әлде жай ғана кетіп жүргендер бар ма? Әр адамның өз қызметі бар. Казмуса өзі 7 постоянный комитетке бөлінеді. Постоянный комитет деп айтайды. Олар деген SCOMI, ол именно medical education, то есть медициналық білімімен айналысады. SCOF бар, олар деген қоғам денсаулық сақтаумен айналысады. SCORA репродуктивный здоровьемен айналысады. Және де SCOPI мен SCORI, олар деген профессиональный және де ғылыми обменмен айналысады. Сосын SCORP барды. SCORP деген Rights and Peace, права и мир, сондай мәселелермен айналысады. Медицинаның әр саласын қарастырып отыр ғой, сонда қоғамдық денсаулық сақтау болсын, в целом барлық медициналық білім болсын, даже көбісі обменге қызығады, яғни научный обмен и профессиональный обменге қай IFMSA-ға қай мемлекет кіреді, соға ауысып обменге баруға болады. Жақсы, мен сұрақ қоймастан уже жауап беріп жатыр. Біліп отқанымыздай, біз Казмуса ұйымында біле аламыз, оның ішінде 6-7 ұйымның комитеттің бар екендігі, және ода каждый адам өзінің атқаратын жұмыстары бар да, получается. Енді қараңыздар, оған қандай адамдар қатыса алады? Мысалы, сіздерге кіру үшін белгілі бір отбор болады ма, әлде жалпы қалай қабылдайсыздар адамдарды? Одан соң ол жерде курстың ерекшелігі сақталады ма? Бірінші курс қана қатыса алады, немесе екінші курс деген сияқты, жоғары курстарға мүмкін емес деген сияқты, сондай бір шектеулер болады ма ол жерде? Шектеуліктер жоқ. Казмусаға әр курстың оқушылары қатыса алады. Бірінші курс болсын, интерн болсын, ондай шектеуліктер жоқ.
Енді так, қандай сұрақ еді? отбор жағына тоқталып. Отбор жағында иә. Жылына біз 3 рет отбор өткіземіз. Ол семестрдің басында, яғни қыркүйек айында, сосын қараша айында университетімізде ярмарка деген не болады, іс-шара болады. Соның несінде барысында и және де осы көктемде бір отбор өткіземіз, зимний отборды. Ол отборларыңыз қатал бір тәртіппен өткізіле ма, әлде қандай жүйеде болады? Мысалы көбісі қазір мүше болғысы келеді да. Активист болуың керек, өзің бір талпынысың болу керек, өзіңнің студенттік өміріңді жан жақты қылу керек, сондай бір өзің желание дейді ғой, желание расти, желание развиваться, желание помогать нам всем этим студентам. Просто энтузиазм должен быть деп айтуға болады. Жақсы, енді Казмуса деп жатырмық қой. Қазір 150-ден астам адам бар, иә. Қараңыздар, сонда Казмусаның ерекшелігі қандай? Бізде ұйымдар көп, иә, өзіңіз білетіндей. Волонтерлар ұйымы болсын, дебат ұйымы болсын, научный работа, иә. Солардан ерекшелігі бар ма сіздердің бір, мысалы, жағдай, ярмарка болған кезде бізге келін деп айтасыздар ғой, студенттерге. Сол кезде қандай ерекшеліктеріңізді айта аласыздар? Мен былай айта аламын, Казмуса ол сол барлық ұйымның біріктірілген бір форматы. Мысалы, научный статья дейміз ба, бізді научный статья жазып обменге жібереміз, мысалы, иә. Дебаты дейміз ба, біз іште іс-шаралар болады өзінің, дебат, внеплановый, плановый мероприятие дейміз. Біздің осы Казмусамыз біз бір екінші отбасымыздай болып кетті. Бір үлкен платформа, біз бір-бірімізге іс-шараларға барамыз, басқа қалаларға іс-шаралар өткіземіз, отчеттар тапсырамыз. Біздің мероприятие, біздің іс-шаралар тек қана университетте емес, мысалы басқа мектептерде, дом престарелых, балалар үйінде, барлық жерде өткізіп, медициналы шамалы білімін үлкейту ғой бізде мақсатымыз. Казмусаға келген адам не ала алады, және сіздердің Казмусада өткізген 2 жылдың ішінде бір қызық оқиғалар айтып бере аласыздар ма? Ерекше оқиға деп айтсақ болады, иә. Мысалға мен Казмусаға екінші курстың басында кірдім. Ең басында маған ұнағаны ол жаңа адамдармен танысу. Мен жаңа достарды таптым. Жаңағыдай айтып отқандай бізде курс деген не жоқ, бөлінбейміз. Қазіргі уақытқа мысалға мен 5-ші курс студенттерімен айналысам, араласам, 1-ші курс болсын, ол енді Казмусаның ерекшелігі деп айта аламын. Және де ол бізде әртүрлі поездка болады. Жылында 4-5 не болады, іс-шара болады, республиканский деңгейде. Мысалға, биыл деген Түркістанға бардым. Бізде том деген іс-шара болды. Соған қатысып Түркістанға бардым. Сіз басқа қалаға барамын деп жатсың, иә. Осы кезде 150 адамның ішінен қанша адамға мүмкіндік болады оған баруға? Енді сол жағынан шектеуліктер бар. Ең басты не, активист болу керек, көзге көріну керексің. Және де ол енді университет жақтан, университет бүкіл 150 адамды босата алмайды сабақтан. Сонда кемінде примерно бір 20-30 шақты адам бара алады поездкаға. Иә, оның өзі үлкен мүмкіндік деп ойлаймын. Сіздер, получается, универ өзі қамтамасыз етуде барып келулеріңізді? Қазірге сол бір үлкен бір сұрақ болып тұр ол. Ондай полный финансирование бізде жоқ. Бірақ негізі аздап біз деген университеттен көмек сұрап жатырмыз. Болашақта көмектеседі деп ойлаймын. Қалаға бару арқылы не аласыздар? Сонда сіздер ол жаққа барып бір нәрсе қорғайсыздар ма әлде? Ол іс-шараға байланысты. Мысалы, Winter Tom деп тұр, ол Team of Official Meeting. Яғни должностное лицо қандай бір сен орын алып отырсың, солардың бір үлкен встречасы, яғни отчет тапсырамыз біз. Осынша мероприятие өткіздік, іс-шара өткіздік, мынандай іс-шара өткізбедік деген сияқты. Қай жерде өткіздік? Ол мысалы бір іс-шара болса, бізде осы жақында университет комик кемп деген іс-шара өтті. Ол яғни лагерь, теоретика-практикалық лагерь өтті. Біз деген хирургиядан, ЭКГ анализ туралы мастер-класстар үйретіп, яғни ол іс-шараға байланысты. Тағы алдымызда Медюз деген іс-шара келатыр, яғни медикалық олимпиада болады. Ол Астана қаласында. Ол әртүрлі айтырмын ғой, Казмусада әртүрлі саладан қарағасын, іс-шарамызда әртүрлі, іс-шараның мақсаты да әртүрлі болып тұр. Иә, біз білетіндей зерттеген болатынбыз Казмуса ұйымын. Казмуса ұйымында жалпы жыл сайын 6-7 шара өткізіліп тұрады екен, иә? Иә.
сонда олар әр қалада болады, иә? иә казмсада мысалы айтып тұрмын ғой 8 медицинский универ кіреді. Сол университет өзінің инициативасын білдіріп, мен осы іс шараны өткізгім келеді деп жылдың басында айтып, нақтылап соны планға қосады. Хорошо, рахмет. Біз білеміз, жазғы демалыс кездерінде осы казмсаның атынан басқа елге кетіп жатады студенттер. Ол қандай мүмкіндік? Басқа, мысалы, біз кете аламыз ба? Біз казмсаға мүше емес студент. Ол кете алады ма? Әлде тек қана казмсаның мүшесі болу керек па? Бізде казмсаның ішінде отбор өтеді. Яғни сен казмсада тұру керексің, казмса ұйымының активисті болу керексің, сен біршама іс шара өткізіп, бізде енді бір жақсы конкуренция бар деп айтуға болады. Себебі көбісі бізде активист, көбісі көп жұмыс жасайды казмсада. Сосын қай қалаға, мысалы Түркия еліне биыл осы жылы 9 орын болды ауысуға обменге. Сол 9-ы біздің ЗКМУ университетінен бұйырса кетеді енді. Яғни олар активистер, национальный должность алып отқан адамдар, көп шаруа бітірген, сондай бір үлкен адамдар, студенттер. Жақсы, енді рахмет. Казмсаның плюстарын естіп жатыр, иә? Осы казмсаның минустары бар ма? Енді әр нәрсенің плюсы мен минусы болады ғой. Қандай казмсадан минустарды білесіздер немесе айта аласыздар? Өзімнің жеке ойымды айтайын. Енді әр ұйымның өз минустары болады. Маған ол деген казмсаға уақытты бөлу керек. Енді сен уақытында дұрыс бөле алмасаң, мысалы, ол деген оқуына зиян келтіруі мүмкін. Мысалға, сол үшін мысалға сен спортпен айналыссаң, одан әрі мысалға оқумен қатар айналыссаң, бір кружокта болсаң, научный кружокта, ол мысалға кедергі болып қалуы мүмкін. Сол үшін уақытында дневной план деп айтамыз, оны дұрыс не істеу керек, рассчитывать ету керек. Хорошо, жақсы, біздің уақытта таяп қалды. Енді болашақ студенттерге қандай кеңестеріңіз бар осы казмсаға жайлы, немесе бос уақыт, мысалы, көп студенттер бар, өзінің уақытын бос өткізеді, осындай ұйымдарға уақытым болмайды, немесе тек қана сабақпен жүріп қалады. Сабақпен жүрудің өзі де бір қиын деп ойлаймын, себебі адам тек қана сабақ оқи берсе дамымайды деген сияқты, иә? Қалай біздің болашақ студенттерге кеңес бересіздер? Сіздер 3-ші курс ретінде біраз нәрсені өттіңіздер, иә? Иә, көбісі айтады ғой, самый лучший период моей жизни это студенческие годы деп. Сол студенческие годы тек сол универге барып келу болмау үшін әртүрлі бір ұйымдарға кіріп, өзіңе бір жақын ұйым таңдайсың ғой, сонда да соған уақытыңды бөлесің. Сол естелікте қаларлықтай болатын уақытты іздену керек. Мысалы, қазір айтып тұрмын, ол үлкен платформада қаншама адам, я мысалы менің достарым семейден де достарым бар, Астанадан, Алматыдан, әр қаладан достар таптым, иә, өзіме. Қаншама дос таптым университеттен. Өтіп бара жатсаң бәрін танып қаласың, амандасып жатасың, ол үлкен мүмкіндік деп ойлаймын. Сондықтан бос отпай, уақытыңызды босқа өткізбей, дамып, әрқашан ізденіп жүріңіздер. Өзіңдің ойыңды айтып кетсең студенттерге. Енді мысалы білеміз, Сұлтанбек бізде спортпен де айналысады, хирургияның да мүшесі, иә? Онымен қатар казмсада да жүр. Ой, бір адамның басын жетерлік шаруасы бар деп айтуға болады. Енді қалай жетісуге болады соның барлығына? Ең бастысы ол самодисциплина деп айтамыз. Өзіңді дұрыс настраивать ету керек. Жаңағыдай Аружанмен толықтай келісемін. Казмса ол деген новые возможности, тек сабағында емес, жаңа достарды табасың казмсаның ішінде. Бұл өте керемет мүмкіндік, және де жаңағыдай айтып отқандай, ол поездки. Мысалға, белгілі бір активист болсаң, өте активный болсаң, шетелге шыға аласың. Мен мысалға да өзім биыл отборға қатыстым, бірақ өкінішке орай өтпей алдым. Бірақ та енді келесі жылда бұйырса қатысайын деп жатырмын. Иә, сіздерге сәттілік, әрине. Енді көріп отқандарыңыздай казмсаның көптеген плюстарын көрдіңіздер. Енді барынша таңдау өзіңізде, ал студенттік өміріңіздің мәнді де сәнді өтуі өзіңізге байланысты. Уақыт дейтін ол жетерлік. Барлығына берілген сол 24 сағат, 24 сағатыңызды тиімді пайдалану ол өзіңізге байланысты. Рахмет, сау болыңыздар. Рахмет, назарларыңызға рахмет. Бәріңізді казмсаға шақырамын, келіңіздер. Сіздерді асыға күтеміз. Тағы да рахмет, сау болыңыздар.
бәріңізге сәттілік.